Барлықтарыңызға қайырлы күн. Короче, бүгін Әлібек екеуміз базарға барып бірдеңе аламыз дей ма, сондай көретін, сондай даналық жоқ. Тіршілік сол өзіміз жүрген. Сендер не істеватсыңдар дейтін бар да. Ассалаумағалейкум. Арнат 1000 подписчик азақ қапты ғой, давайте жеткізсеңдер, наверное, лайк, подписка, колокольчик шығатсаң басып нетіп кетіңдер. Четкий болады өмірлерің. Короче, Әлібекке аяқ киім. Неше сен размерін аяғын? 45. Еба, Галюш, күрек қоны родной. 45 ба? Как раз 45. Көрсең, 8 ба? Уайымдама, ағалан төлейді ғой. Бүгін маспын, масқара, күніме түніме. Smoke, пробка, ход, күніме түніме. I feel good. Бағалар жазылып тұр ма? Таппадың ба не? 11 мың болады, төлейм ғой. 8 мың қаласың ба? 9 мың қаласың. Қалай? Таңда енді біреу 9 мың қаласың. Есепті көрсейші. Есепте аяғын өседі. Дәу, май ғой. Здоровыйсың ба? Менде, короче, 5% скидка бар. 5%? Ол оңғайдың ағасын? Өздері берген ашылды. Ашылған кезде? Баяғда ғой? Сол. 200 мың қалай деппен? Жоқ, қалай не деп көбейту 5%. Бөлесің ба? Дұрыс қылайық дейсіз, 5%-ін 10.500 болады ғой сонда? 5%-ін 10.500 ба? По-любому. 10 теңге шығар, паталады. 500 ба сонда? Қандай комментарийға есептеп кетіңіздер. Проценттен қалай есеп? Процент. Мен не дедім? Кому как қой, қарындасым? Миндуду осындайлар неше тұрады екен? Китайский товарларын алып көру керек. Ну, тоже Китайдан келмей ма? Бәрі Китай болды. Сен білесің. Сен аяқ киім 11 мың тұрады екен. Әлібек 10 мың қалам. 10 теңге аласың деймін, оғайын шеш. Келісуге болады. Любой жерде келсең. Ебін тапсаң. Жүргейді, бастан ұрғаны ше. Дауыс шықпай ма? Зор екен. Мен қолын ауыр кеткен шығар. Жоқ, кидің ғой. Кидің ме? Екіншісін киіп көрсейші. Аяғына четко келіп тұр ма? Бәрінен сен жыртасың ғой. Сен аяғын кішірейтсейші. Сосын ауыз. Керексің. Болмай алды ма? Так, руками не трогать. Деп шандай. Ебан. 10 мыңға алайын деп тұрсың ба? Орыстар ұқсап не істейін ба? Таванды ұрасың ба? Таван керек. Таван керек па саған? Сен таванына қарайсың. Видына қараймын ғой былай. Удобствосына қараймын ше. Сосын барып ойланамын да мен. Мұндайлығым бар. Мына жақта мынандай камаздарың болса екен. 46-шы размерге дейін бар ма не? 50-шен бар ғой. Бетчер. Кеше көрген ғой. 60-қа дейін бір қалса қарындасым. Баскетболистер сондай келді ғой. 48-50. Неге? Да. Короче, нандай ютубта влогтар көремін ғой қазақ. Я приняла душ, теперь буду покушать, сейчас иду фит түсіретін қыздар болады. Өзім әдемі неге сондай влогтар, қазақша влог көрген, кайфовать етемін өзім. Не қылдың? Сен шыққаннан кейін планирую, что ты? Ладно, жүріп кет. Размерін қай жерден көресің? Қарағандының өзінің тапқан. Қарағандының? Район железный зон, это мои братья, их миллион. В общем, біз келе жатқан район. Мына Сарыдом бәрі шашылай. Мына жақта базар. Бірінші микрорайон, жолдың әр жағы үшінші микрорайон, екінші микрорайон. Мына влогтың бәрі чисто осыны, зданияның артында, и үй жақтың артында жүреді. Осында влог түсіретін. Негізі сенің көтенің ұнайды, бірақ мен сені толықтай қалаймын. Мен сен 7-8 оқып жүрген жаңа. Мынандай бутсы, кроссовкалар, сарыканочкалар, кәдімгідей арман болатын. Ол неше түрлі ше. Бірі ақ, бірі қызыл болатын, сондай. Ондайлар кәдімгідей қызығатын ғой. Голубой болайын деп. Модан түсінбейтін болсаң да. Тоғызын 600 теңге тұрған, енді тоғызын. О да 46 дейтін. Hyundai салоннан 4%-ке дейді. Алайын ба алмай қойын. Уаттекім там. Кисишь ақ кроссовки тема. Ты казах или русский понять? Как понять? Таджик. А таджик, базарный. Таджикский что-то говорит? Ассаламу алейкум, говорит таджикский? Ассаламу алейкум. Разница жоқ па не? Ассаламу алейкум, арабша ғой. Кроссовки, орысша, таджикский алай? Кроссовки. Жоқ, аяқ киім, мысалы, қазақтарда. Нет, кроссовки у нас это аяқ киім. По-русски же кроссовки. А таджикский у нас тоже кроссовки. Базар. Кейін салдық осыны. Енді, короче, ше. Енді көріп тұрған сәрсіздер, біраз теңге салды мен бұйырса, басты бетке өте дейді, чек. Енді мақтанғаным емес, қазір сумманы көрсетейін. Мақтанғаным емес, өзім ше. Не жоқ па не? Чек бермей ма не? Жоқ, және басты бетке өтті деген дағын астын. Болды ма не? Ой, мақтанғаным емес, теңгемді көрсетейші деп отырмын, жаман теңге. Кроссовки алды. А6 теңге. Волейбол деймін, жастар түсінбеймін. Өзге бір қарсы сынаққа орындалсын арманды.
Короче, күн суықта Әлбек жалғыз өзі ойлады. Дәу қарап кәдімгідей андай чит болады, андай дәу скин жасап алатын. Сондай болып жүр Әлбек. Короче, мынау египетский ма? Египетский алмұрт осындай желінген болады екен. Короче, мынау қандай апельсин? Қай жақтікі? Тоже египеттікі ма? Жоқ. Осы үй жақтікі ма? Жоқ. Енді? Қарағанды. Қарағандының апельсины осындайға ашылған екен. Сарқытымды көрсетші. Ебано. Мына египетский құрбан неше түрлі. Маған чисто тофиктарды ғана берсе болды. Короче, Әлібек мынандай тофига келген бәрін жеп тастағансың оны. Последний. Осы газон, полный влогың бәрі осы газон болып кетті ғой. Уаттекім там. Короче, один бар ойнап отыр, футбол ойнайтын. Футбол ойнайық десе команда шықпай жатыр. Күні бойы соткада компьютерда отырып, көзім ауырады сосын. Осындай уақытта футбол шығып балалармен футбол ойнайтын бар еді. Через чур кішкентайлармен ойнап отқан жоқпыз ба? Әу балалар жоны жақта Әлібек қана ғой. Ой. Короче, күн суық қарамайды, чисто футбол. Давай енді. Не қылып жатсың? Доптың артына жүгіріп жүрсің, жай? Ана жақта серия пенальти. Чё, как настрой? Нормально. Қалайлар, жағдайлар. Осымен влог бітті, бұл жай влог. Қандай влогға шыққан, ерікбайский влог. До конца көргендеріңізге всем от души, всем пока.